Менің тағдырым туралы оқып отырған кейбіреулер айыптар, жазғырып тілдер, бірақ өмір деген адамның қалағанындай бола бермейді екен. Сондықтан ішіме сыймаған басымдағы жағдайларды ортаға салуды жөн санадым. Мен онымен 20 жасымда таныстым. Ол кезде ауылдағы дүкенде сатушы болып жұмыс жасайтынмын. Жақсы көзімен қила қарап, сауда жасайтын ағайды жақсы көріп қаламын деп басында ойламадым да. Ол менен 16 жас үлкен еді. Жан ұясымен басқа ауылдан көшіп келгенін өз аузынан естідім. Сонда да болса жүрегімде тұңғыш рет ер азаматқа деген ерекше сезім оянды. Жүрекке әмір жүрмейді дейді ғой, мен де оны шексіз сүйдім. Өзіме деген ерекше жылулық пен сүйіспеншілікті сол адамның жүрегінен таптым. Алғашында тығылып, ешкімге білдірмей кездесіп жүрдік. Көзсіз махаббат деген осы шығар сірә. Мен әкесіз өстім. 12 жасқа толғанымда әкем о дүниелік болған. Жалғыз анам әпкем екеуімізді ештеңеден тарықтырмаймын деп тыраштанды. Әкенің, ер адамның мейірімін аңсап өстім ау деп ойлаймын. Сөйтіп жүріп, сол адамнан жүкті болғанымды білдім. 6 айға дейін ішім білінбеді. Жастым шығар, өзім де алаңдамай жүре беріппін. Ішімнің үлкейіп келе жатқанын байқағанда ғана әпкеме айттым. Ол тұспалдап анама жеткізді. Алғашында анам қатты қайғырды. Реніштен ауыр сөздер де айтты. Бірақ көндіккені болар, елдің бетіне қалай қараймын, нағашыларыңа бар деп мені алыс ауылдағы туысқандарыма апарып тастады. Олар менің келгеніме қуана қойған жоқ. Ұятты болып келіп жатқан адамды қай бір жақтырсын, бәрі маған ауыр қылмыс жасаған адамдай қарады. Бірақ шешем үшін амалсыз көнген болуы керек, мені алып қалды. Әйтсе де қызымды босанар кезде өз ауылыма оралдым. Қызымның әкесі мені ауруханадан шығарып аларда бірге болды. Сөйтіп күнді кешкілік келіп, көмектесіп тұрды. Соғым сойса да, жарты етін беріп бізге екінші жан ұясындай қарайласты. Бір ауылда тұрдық. Біздің үй ауылдың шетінде, олар ортасында тұратын. Кейде көшеден ол кісінің әйелін көріп қаламын. Қарауға дәтім шыдамай, теріс айналамын. Ол кісі де сұңғыла адам болуы керек. Менің бетімнен алып, не анаммен айқайласып көрген емес. Әпке жездем анаммен бірге тұратын еді. Біз келген соң, бір жұмадан кейін бала шағасымен пәтерге бөлек шықты. Жездем ұятсыз балдызымен тұрғысы келмепті. Анам байғұс ұрсып, сөйлеп алады, содан соң жылайды. Сосын қайтадан басылып, мені жұбатады. Әйтеуір анам мені тағдырдың талқысына тастаған жоқ. Ауырсам басымнан сүйеді, қызымды да балапаным деп бауырына басты. Бірақ біз тұтқындағы адамдардай өмір сүрдік. Тумаларымыздың бәрі бізден теріс айналды. Әсіресе анама ауыр тиді. Күнді сыртқа шығуға ел жұрттан ұяламыз. Кешкілік қараңғы түсе анам үйді айналып келіп, «Дариғаш, адам аяғы басылған ау дейм, баланы алып шық» деп сыбырлайды. Мен бөпемді орап алып шығамын. Сөйтіп, бейкүнә сәбиімді таза ауамен таныстатқан боламын. Дүниеге әкелген сәбиің үшін өзіңнен өзің ұялу, айналадан қымсынып өмір сүрудің нағыз азап екенін мен сонда түсіндім. Әйтеуір оңай болған жоқ. Үлкен қызым 2-ден асқан шақта сүйген адамыммен жасырын кездесуімді қайта бастадым. Сезім еркіме қаратпады. Оны жақсы көргенім соншалық, оның әрбір сөзінің алдында дәрменсіз болдым. Алайда бұл жасырын кездесуіміздің соңы тағы да көңілсіз аяқталды. Мен екінші рет болатынымды білдім. Бірден баланы алдыртып тастамақ болып таста бекіндім. Бірақ ол, мен саған үйленемін, баланы алдырма деп кесіп айтты.
Ауыл елдің сөзінен қашып мені Оралда тұратын апасының үйіне әкеліп тастады. Олармен де туысымдай араластым. Сөйтіп екінші қызым жарық дүние есігін ашты. Әкелері келіп 2 бөлмелі үйді 4 айға жалдап, қаражатын тастап ауылына кетті. Мен 2 қызымды құшақтап, оны күтіп қала бердім. Содан жаңа жыл мерекесінде келгенімде одан қашан қосыламыз деп сұрадым. Ол кібіртіктеп, қипалақтап, ренжіме, мен отбасымды тастай алмаймын деп қарап тұр. Онда неге өтірік айтасың? Сен маған үйленемін дегесін 2-ші қызымды дүниеге әкелдің ғой, деп едім ол. Сенің өзге біреуге кеткеніңді қаламаймын, сондықтан солай айттым деп жауап берді. Сол күні біз ренжісіп қоштастық. Ол сол кеткеннен көпке дейін оралмады. Біраз уақыттан соң қайтып келді. Үндеместен кіргіздім. Үйлену жайлы әңгіме айтылған жоқ. Бәлкім, менің орнымда өзінің дегеніне жетпей қоймайтын адам болса, басқаша болар ма еді деп те ойлаймын. Өзінің кінәсін жеңілдеткісі келгені болар. Саған басыңа баспана алып берейін, 2 қызбен қайда барасың, деп жатақханадан 1 бөлме сатып алып берді. Ақшасын төлеп, мені колледжде сырттай оқытты. Қолыма қомақты қаражат беріп, бизнесіңді аш, ешкімге тәуелді болма, қыздарым мұқтаждық көрмесін деп қамқорлық көрсетті. Ол үнемі ауылда. Қалаға іс сапармен келген кездерінде ғана соғады. Сөйтіп 2 жылдай уақыт өтті. Бірақ мен мағынасыз кездесулерден шаршадым. Оның келгеніне қыздарыммен қатты қуанамын, бірақ шығарып салу қиын еді. Ол кетерде бәріміздің көңіл күйіміз түсіп, бір түрлі болып қаламыз. Сондықтан енді бұлай кездеспей қояйық, сен өз отбасыңмен бол дедім. Сөйтіп біздің романтикаға толы кездесулерімізге нүкте қойылғандай еді. Қазір 1 жылда 1-2 рет қана сөйлесеміз. Онда да 10-15 минут қана. Менің қатты қорқатыным, естіп қалған қыздарының қойған сұрақтарына қалай жауап беремін деген ой. Мама, сен біздің папамызға күйеуге шықпасаң, біз қалай пайда болдық десе де, не демекпін деп тұла бойым бір ысынып, бір суынады. Психологиялық бағыттағы кітаптарды ақтарып, өсіп келе жатқан қыздарымен ашық әңгіме өткізуге де дайындалып жүрмін. Әрине, әдемі сөзімнің құлы болып, оң босағада 2 қызымды құшақтап отырып қалғаныма налимын. Ақ көйлек киіп, анамның ақ батасын алып, сүйген адамыммен қол ұстасып, ақ босағадан аттауға менің де қақым бар еді. Бірақ өмірде адамның өз ойлағанындай бола бермейді екен. Кім не десе, о десін, қиналғанымен ешқашан мойымадым. Ең бастысы менің сезімім шынайы, таза. Мен оны әлі күнге лайлаған емеспін. Өмірімнің соңына дейін лайламаймын да. Ол кісі үшін жауап бере алмаймын. Өйткені кейде менің жастығымды пайдаланғысы келген ғой деген ойлар да келеді. Бірақ ел жұртқа жаманатты болып, дүниеге әкелген қыздарым менің жүрегімде бүршік жарған әдемі сезімімнің гүлдері сығылды. Ол кісі егер қайта айналып келсе, мен тағы да қарсылық білдіре алмас едім.